Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиында жауапты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз. Бала бойында білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға ұстаз. Адам жанын нұрландырар ұғымның ұлысы ұстаз. Ұстаз, осынау сөзде қаншама мән мағына жатыр десеңізші. Ұлағатты ой иелері де, арман оты жүрегінде алаулаған жеткіншектер де, парасатты қоғам қайраткерлері де бір адамға қарыздар. Ол ұстаз. Ұстаздық ұлы қасиет. Ұстаз білім нәрімен сусындаған жан. Өскелең ұрпақтың болашақта елінің еңселі азаматы болып қалыптасуы отбасымен қатар ұстаздардың берген тәрбиесіне тікелей байланысты. Шәкірт тәрбиелеу кез келген адамның қолынан келетін шаруа емес. Ұстаздың жеген жемісі, бұл оқушының шыққан белесі. Ел ертеңі болып табылатын, әр шаңырақтың үміт күткен ол қыздарының бойында білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шыншылдықты, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыру мейірбан жүректі ұстаздардың қолынан келетін іс. Мектеп табалдырығын аттаған сәтте алдымыздан жадырай жаздай жылы жүзімен қарсы алып, партаға отырғызып, қолымызға қалам беріп, әріп үйретіп, кітаптың алғашқы бетін ашқан сәттен-ақ өмірдің ақ пен қарасын, жақсы мен жаманын, оңы мен солын әрқашан жақсы өмір сүріп, жақсы адам болып қалу жолын үйретуге білек жеңін тұрып кірісіп кететін де осы ұстаз. Менің мамандығым мұғалім, қиындығы мен қызығы мол. Осы мамандықтың бала күнімнен армандадым. Адам баласына көмектесу, игілікті істердің бастамасы. Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек. Өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана адам өзін бақытты сезінеді екен. 30 жыл бұрын ең алғаш ұстаз деген атаққа ие болдым. Күнделікті таңертең мектеп ауласына жақындағанда балалардың сыңғырлай күлген дауыстары мені қуанышқа бөлейді. Мектепке кіргеннен-ақ өзімді мазалаған сан түрлі ойлардан арылып, оқушыларының тәтті қылықтары мен әдемі жүздерінен шаттанамын. Мектеп балалардың екінші үйі болса, ал ұстаздар екінші анасы десек те артық етпейді. Әр үйдің еркелеген бір арнаға тоғыстырып, олармен жұмыс жасау оңайға соқпайды. Алайда баланың тілін тауып, тілдесу жақсы тәрбие берудің өзі бір үлкен ғанибет. Менің мамандығым әлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі. Себебі менің жүрегімнің қалауымен армандаған менің арманым. Өз мамандығымды мақтан тұтамын. Олай дейтінім, мұғалім еңбегі біріншіден адамзат қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерін білім беруге тиіс болса, екіншіден үнемі шәкірттермен қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем деген бала арманымен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман. Бүгінгі ұстаз шәкірттеріне ғылым мен негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, осы дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң, бәсеке жағдайда өмір сүруге тәрбиелеу керек. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны бір қиын сәттерге жетелейді. Қазақта ұстаз болу жүректің батырлығы деген жақсы сөз бар. Шынымен де ұстаз болу таудай талапты, батырлық пен батылдықты, қайсарлықты қажет етеді. Себебі назарын саған аударып отырған қаншама баланың алдында сабақ беріп, білім нәрімен сусындату оңай іс емес. Ұлы Абай атамыз ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп жырлап кеткендей, әрбір ұстаз бұлақ түбінен асыл тас іздегендей балаға мән мен мағынаға толы білімді үйретуі керек. Сонда ғана ұстаздың еңбегі еш кетпей, керісінше баланың айбынды азамат болып өсуіне септігін тигізеді. Ұстаздың ең бірінші мақсаты да осы. Ұлағатты ұстаздықтың ұлылығын ұғынып,
Мен де осы себептерге байланысты ұстаз болуға шешім қабылдадым. Ұстаз мейлінше жан-жақты болу керек деп санаймын. Өйткені алдыңда отырған әрбір бала үшін сен жауаптысың. Ал шәкірт үшін ұстаздан асқан ақылды, білімді адам болмайды. Заман талабына қарай қазіргі кезеңде ұстаздарға үлкен міндет артылған. Жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін ұстазға біліммен қоса сабырлы мінез қажет. Кез келген адам мұғалім мамандығын алып шығуы мүмкін, бірақ нағыз ұстаз болу үшін үлкен еңбек пен төзім керектігін сезінемін. Сынып есігін ашып, балғындардың шат күлкімен бақытты жүзін көру, олардың білуге, жауап беруге асығып жарыса қол көтерулеріне куә болу мен үшін үлкен ғанибет. Мүмкін ұстаз бақыты деген осы болар. Қалай болғанда да, егер әрбір адам өз кәсібін таңдауда қателеспесе, өз еңбегінің нәтижесін көре алады деп ойлаймын. Өйткені жүрек қалауымен жасалған нәрсенің өз жемісін береріне сенемін. Не ексең соны аларсың дейді халық даналығы. Олай болса, біздің еңбегіміздің айнасы алдымызда отырған оқушыларымыздың білімділігі мен тәрбиелілігі. Сөзімнің соңында ұстаздық ол жүректің қалауы, жастық жігер жалындаған алауы. Ұстазынан шәкірт озса бір бағыт, міне осы жаңа заман талабы деген жыр шумағымен аяқтағым келеді. Әріптестерімізді ұстаз деген ұлы да киелі атқа кір келтірмей, жастық жалынымызбен тәуелсіз азат отанымыздың ең бақытты, ең ақылды, ең білімді бүлдіршіндерін тәрбиелеуге өз үлесімізді қосуға үндеймін. Әрқашан еңбегіміз жанып, талапты да талантты шәкірттеріміз көп болса екен.